Бұл біздің бүгініміз. Әлем жыл сайын 36 миллиард тоннадан астам CO2 шығарады. Климат өзгеруде, ауа ластануда. Біз осылай өмір сүре береміз бе? Бірақ неге CO2-ні тек мәселе деп қарастыру керек? Біз оны мүмкіндікке айналдыра аламыз. Біз CO2-ні тек қалдық ретінде емес, шикізат ретінде қарастырамыз. Бұл газдан болашақтың жанармайын жасауға болады. DAC технологиясының жұмыс істеу принципі. Ол лас ауаны сіңіріп, құрамындағы CO2 газы арнайы сорбент материалдар арқылы жиналады және тазартылған ауаны шығарады. Содан кейін сорбент материалдар қыздырылып, құрамындағы CO2 газы бөлініп, арнайы газ баллондарына жөнелтіледі. Климаттың өзгеруімен күресте маңызды рөл атқарады. Өйткені ол ауадағы артық көмірқышқыл газын жинап, оны қайта өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл әдіс атмосферадан көмірқышқыл газын қауіпсіз түрде жоюға және экологиялық балансты сақтауға көмектеседі. Балдырлар мен микробтық отын элементтері көмірқышқыл газын экологиялық таза энергия көзіне айналдыруда маңызды рөл атқарады. Балдырлар фотосинтез үдерісі арқылы CO2-ні органикалық заттарға айналдырады. Микробтық отын элементтері органикалық заттарды микроорганизмдер арқылы электр тоғына айналдырады. Бұл процесс бізде экологиялық таза энергия көзін алуға мүмкіндік береді. CO2-ні электр энергиясын өндіруде балдырлар мен микробтық отын элементтері тиімді түрде пайдаланылады. Балдырлар атмосферадан CO2 газын сіңіріп, күн энергиясын пайдалану арқылы оны органикалық заттарға айналдырады. Ал микробтық отын элементтері органикалық заттарды ыдыратып, оларды электрондарды бөліп алады. Бұл электрондар сыртқы тізбек арқылы өтіп, бізге электр тоғын береді. Осылайша балдырлар CO2-ні сіңіріп, микробтық отын элементтері бізге таза және экологиялық энергия көзін алуға мүмкіндік береді. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің жоба осы. Қазақстан үшін бұл зерттеудің тиімділігі қандай? Әрине біздің жобаның Қазақстан үшін көптеген тиімді жақтары бар. Бірінші экологиялық жағын айтатын болсақ, парникті газдарды азайтуда міндеттемелерді орындауға көмектеседі. Ал экономикалық жағында айтатын болсақ, мұнай газ тәуелділігін азайтып, жаңа секторлардың ашуына көмектеседі. Онымен қоса, бұл жоба бізде Қазақстанның халықаралық беделін көтеруге үлкен рөл атқарады. Бәсекелестеріңізден қандай айырмашылықтарыңыз бар? Жобамыздың басты артықшылығы ол Париж және Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен даму мақсаттарына сай келеді. Нақтылап айтқанда 7-ші, 13-ші және 15-ші мақсаттар. DAC және балдырлар арқылы электр қуатын алу біздің планетамызды сақтап, жаңартылатын энергия көздеріне көшу жолында үлкен қадамдар.